Баршаға сәлем достар, танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін қазақтың ең сұлу қыздарының бірі, спортшы, бизнес-блогер Сабина Алтынбекова туралы тың ақпараттарды ұсынатын боламыз. Сабинаның тартымдылығы мен спорттағы мансабы, жеке өмірі туралы осы видеодан толық біле аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар. Ал біз бастаймыз. Достар, сіздер үшін кішігірім аңдатпа, Хамид Official YouTube арнасы тұрақты көрермендер арасында байқау өткізгелі тұр. Біздің Инстаграмдағы Хамид Official аккаунтымызға тіркеліп, ең соңғы салынған видео астына YouTube'дан келдім деп жазыңыз және историяңызға бөлісіңіз. Ең көп пікір жазған жазушыларға ақшалай сыйлықтарымыз бар. Ендеше мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, Инстаграм аккаунтымызға кіріңіз, соңғы салынған видеоның астына YouTube'дан келдім деп жазыңыз және историяңызға бөлісіп отырыңыз. Біз жеңімпаздардың есімін келесі видеода атап өтетін боламыз. Ендеше баршаға сәттілік. Алтынбекова Сабина Абайқызы 1936 жылы 5 қарашада Ақтөбе қаласында өмірге келген. Оның ата-анасы да спорттан алыс емес, әкесі Абай Алтынбеков шаңғы тебуге қатысқан. Ал анасы Нұрипа Алтынбекова жеңіл атлетика мен волейболды шебер меңгерген. Сабинаның екі әпкесі бар. 5 жасынан бастап Сабина би үйірмесіне қатысады. Бала кезінен дарынды балаларға арналған мектепте білім алған. Оқушы кезінде ол бірнеше үйірмелерге қатысқан. Ал 14 жасынан бастап волейболға қызығушылық артады. Бастапқыда Қазхром командасында ойнайды, кейіннен осы топтың капитаны болады. 16 жасынан бастап Алматиночка Алматы деген командада ойнайды. Осы топта жүргенде кәсіби жаттықтырушы Анатолий Дьяченконың шәкірт атанады. Тынымсыз жаттығулардың арқасында 2013-2014 жылға жоғары лига ойынында Алматиночка Алматы командасымен күміс жүлдегер атанады. Бір қызығы, волейболды қатты ұнатқаны соншалық мектеп бітіру кешіне де бармаған екен. Осылайша Сабина 17 жасында Қазақстандағы ұлттық құраманың спортшысы атанады. 2012 жылы Ю-19 командасымен Азия ойындарына қатысады, алайда 7-ші орын алып қалады. 2013 жылдан бастап Ю-23 деген командада капитан болады және 2 жыл көлемінде ұлттық лигалар мен шетелдік жарыстарда топ жарады. 2014 жылы Сабина Қазақ ұлттық университетіне оқуға түседі. Сабинаның танымал еткен бұл 2014 жылғы Қытай елінде өткен Азия чемпионаты болды. Осы турнирде Сабинаның табиғи сұлулығы баршаны өзіне қаратқан еді. Тіпті Қытай мен Жапонияның телеарналары Сабина туралы жеке репортаж дайындап, осы турнирдің ең сұлу волейболшысы деп атады. Оның бойы сол уақытта 1,80 см, ал салмағы 60 кг болған. Оның сұлулығы туралы ақпарат Қазақстанға да жетіп, көгілдір экраннан сұлу қызымызды күн сайын көрсете бастады. Тіпті Сабинаны қызғанған қазақ жұрты қытайлықтардың бірімен көңіл жарастырмай аман есен елге оралса болар еді деп айтқан. Бұл уақытта Сабинаның Инстаграмдағы жазылушылар саны 1-ден 300 мыңға жетеді. Украина, Испания, Индонезияның ақпарат порталдарында спортшы қызымыз туралы мақалалар жарық көреді. Тіпті азиялық жанкүйерлер Сабинаның сұлу келбетін жапониялық анимедегі сұлу кейіпкерге ұқсатады. Сабинаның суреттері ғаламторда қаптап кетсе, оның волейбол ойнаған видеосы 2 миллион қаралымнан асып кетеді. Қаншама жанкүйерлер оның суретін салып, тіпті аниме кейпіндегі фотоларын да әлеуметтік желіде таратады. Сол жылғы чемпионатта ұлттық құрама 6-шы орын алса да, Сабина үшін танымалдылықтың шыңы бола білді. Алайда оның жаттықтырушысы Сабина үшін бұл жеткіліксіз, ол чемпион болу керек, жұрттың назары ауды деп команданы ұмытпауы тиіс деп сұхбат береді. Спортшы қыз елге оралған тұста көптеген жанкүйерлерден және жігіттерден әртүрлі сыйлықтар келген. Тіпті шетел азаматтары да қымбат брендті сыйлықтар жіберген деседі. Бұл уақытта көпшілік оның жеке өміріне қызықты, сүйіктісі бар ма білгісі келетін. Кейбіреулер Қытайдан біреуді тапты десе, кейбірі бір шенеуніктермен қосып қоятын. Тіпті сол тұста елбасымен де араларында бірдеңе бар деген өсектер тарайды. Алайда мұның бәрі алып-қашпа әңгіме еді. Сол жылы Сабина Алтынбекова Қызыл Крест қоғамдық қорының Қазақстандағы ресми волонтер атанады. Бұл ұйым әлемнің 189 елінде қайырымдылық қызметтерін атқарады. Аталмыш қорда Джеки Чан, Пирс Броснан,
Хайди Клум сияқты танымал жұлдыздар да бар. Сол жылы Евразия кинофестиваліне арнайы қонақ ретінде шақырылса, Вьетнамда өткен модель және талант жобасында делегация ретінде барады. Танымалдылық артқан тұста Сабинаға модель болуға ұсыныстар түскен. Алайда ата-анасы бұған қарсы болып, спорттық мансабыңды жалғастыр дейді. 2015 жылы спортшы қыз Жапонияда өткен сайыста GSS Sunbeams командасымен бірге ойнайды. Ал 2016-2019 жылдар ішінде ұлттық лиганың Алматы волейбол клубында ойын көрсетеді. Сабина спорттық мансаптан бөлек жарнамаларға шақыртылады. Отандық және шетелдік брендтердің жарнамасына түсіп, қомақты табыс табады. Осы уақытта шетелдік агенттердің назарында болса керек, Біріккен Араб Әмірліктеріне арнайы шақыртумен барады. Ұсыныс бойынша Сабина Араб елінің Әл-Уасл командасында ойнауға келісімге келеді. Алайда қанша қаламақы алатын жасырын тұтады. Осылайша 2019-2020 жылдары Әл-Уасл командасында ойнайды. Карантин келген тұста көптеген спорттық сайыстар тоқтаған белгілі. 2019 жылы Сабина алматылық блогер Бейбіт Әлібековке сұхбат беріп, жеке өмірінің қызықтарымен бөліседі. Негізінде Сабина арнайы сұхбаттардан қашатын еді, себебі қазақ тілінде сөйлей алмаған сұхбаттары әлеуметтік желіге тарап, біршама сындар айтылған болатын. Десе де Бейбіт Әлібеков спорт министрлігіне және Сабинаның анасына шығып жүріп, сұхбат алуға мүмкіндік туады. Сұхбат барысында Сабина ешқандай жігіті жоқ екенін және болашақта тек қазақ жігітімен көңіл жарастыратынын айтады. Көп замай спортшы Қуат Найман Хамитов Сабинаға үйленуге ниетті екенін айтады. Алайда Сабина бұл ақпаратты жоққа шығарады. 2020 жылы Сабина Алтынбекова тұрмысқа шыққанын хабарлап, неке қию сәтінен пост жариялайды. Көпшілік оның күйеуі кім екенін білуге асықты. Бұқаралық ақпарат құралдарының зерттеуімен оның күйеуі кім екені белгілі болды. Ол бизнесмен әрі продюсер Саят Сайманұлы еді. Араға бір жыл салып, яғни 2021 жылы олардың тұңғыштары өмірге келеді. Осылайша Сабина 2 жыл көлемінде жеке өміріне көңіл бөліп спорттан алыстайды. 2022-2023 жылдары Сабина тағы да Араб лигасында ойын көрсетіп, чемпион атанады. Сол жылғы ақпараттарға сәйкес Сабина Алтынбекова әлемдегі ең үздік волейболшылардың үштігіне кіреді. 2023 жылы Сабина әйелдерге арналған жеке курсын өткізе бастайды. Курс аясында өзінің қалай жетістікке жеткенін және қандай қиындықтардан өткенін хабарлайды. Дегенмен кейбір қыздарға бұл курс ұнамаған секілді. Тіпті шағым айтып, курсқа төлеген 300 мың теңгемізді қайтарыңыз деп шулаған. 2024 жылы Қуандық Бишімбаевтың қылмысынан соң спортшы қыз өз инстаграмына «Қыздар сақ болыңдар, өздеріңмен қорғанатын бірнеше зат алып алыңдар, себебі қазір сорақы еркектер көбейген» деп жазады. Қазір спортшы қыз отбасымен Ақтөбе қаласында тұрады. Олардың Алматы қаласында да үйлері бар. 2023 жылғы статистика бойынша Сабина Алтынбекованың табысы 4 миллион 600 мың долларға жеткен. Яғни Қазақстандағы ең бай спортшылардың көш басында десе қателеспейміз. Ол қымбат көліктер мен танымал брендтерді жақсы көреді. Қолына таққан сағатының өзі 11 миллион теңге тұрады екен. Сабина қазақ тілінде еркін сөйлей алмаса да Қазақстанда туылғанын мақтан тұтады. Бір қызығы ең сексуалды спортшы қыз деп атағанда бұл атауды ұнатпаған екен. Себебі ата-анасынан туысқандарынан ұялған. Ол хобби ретінде саяхаттағанда және тауға шыққанын ұнатады. Сондықтан болар күйеуі Саятпен жыл сайын шетелдерге шығады. Оның бойы 1 метр 82 сантиметр. Нағыз волейболға арналған көрсеткіш десе қателеспейміз. Сабина алдағы уақытта спорттық мансабын тағы да жалғастыруды ойлаған. Сондықтан болар жаттығуларын қайта қолға алуда. 28 жастағы Сабина Алтынбекова спорттық мансабынан бөлек сұлулығымен әлемді өзіне қарата білген ару. Қазіргі таңда сүйікті жар, аяулы ана болса да, ел назарынан тыс қалмауда. Достар, Сабина Алтынбекова туралы тағы қандай ақпараттарды білесіз? Бізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта қай танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар бергенімізді қалайсыз? Пікіріме бөлісе отырыңыздар. Ал біз кезекпен шығаруға тырысамыз. Біздің арнамызда байқау болып жатқанын тағы да естеріңізге сала кетейік. Біздің инстаграмдағы Хамитов Official аккаунтымызға тіркеліп, ең соңғы салынған видео астына YouTube'тан келдім деп жазыңыз және историяңызға бөлісіңіз. Ең көп пікір жазған жазылушыларға ақшалай сыйлықтарымыз бар. Ендеше мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Айтпақшы, байқау ережесін толық орындаңыз. Яғни Instagram аккаунтқа міндетті түрде тіркелу керек. Соңғы салынған видеоның астына YouTube'тан келдім деп жазыңыз және историяңызға салып бөлісіңіз. Біз жеңімпаздардың есімін келесі видеода атап өтетін боламыз. Сау, баршаңызға сәттілік. Егер ақпараттарымыз ұнаса, арнаға жазылып, Telegram, Instagram парақшаларымызға тіркеліп қойыңыздар. Сілтемені төменде қалдырам. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар достар.